Бір кездері бір шағын ауылда Әли деген кедей адам өмір сүріпті. Ол қиыншылықтарға қарамастан өміріне үмітпен қарайтын, еңбекқор, жомарт жан болған. Әли күн сайын таңертең ерте тұрып, малын бағып, егінін суарып, еңбектеніп жүргенде, әрбірсінде бір ерекше мақсатын сезетін. Бір күні ауылға ұлы бір қонақ келеді. Бұл қонақ әлдебір атақты ғалым, үлкен ғылыми сапармен жүріп, ауыл-ауылды аралап, халықпен сұхбаттасып жүрген адам екен. Әли оған да жолығып, сәлем береді. Ғалым Әлиден шаруалары туралы сұрағанда, Әли былай деп жауап береді: "Аға, мені әрқашан қиыншылықтар қуып жүрсе де, үмітімді үзбеймін. Шаршадым деп бір сәтте ойламадым. Бұл өмірде менің мақсатыма жетуге бір қадамда болсын жасамай кеткім келмейді." Ғалым Әлидің осы сөздеріне таң қалып: "Әли, менің саған бір сұрағым бар" дейді. "Егер мына бір тамшы су жерге түсіп жоғалып кетсе, ол су қайтадан пайда бола ма?" Әли ойланып тұрып жауап береді: "Жоқ, ол су қайта пайда болмайды. Ол жоғалып кетеді." Ғалым күлімсіреп: "Өте дұрыс айтасың" дейді. Бірақ егер сол су бір бұлақтың көзінен шықса, сол тамшының өзінен жаңа өмір басталуы мүмкін. Ол су жерге қайта түсіп, жер асты суына қосылып, қайтадан көгалдарға, ағаштарға, бүкіл табиғатқа тіршілік береді. Судың жоғалғаны ол жоғалту емес, қайтадан жаңару мен тіршіліктің негізі болады. Керек болса, сен де дәл осындай су тәрізді боларсың. Қиыншылықтар мен қиындықтар келсе де, сен оларды жеңіп, бір нәрсені жасаудан қорықпа. Өміріңдегі әрбір қадам жаңа мүмкіндікпен жаңару. Сенің жойылғандай көрінген әрбір күш жігерің шын мәнінде жаңа жетістіктің негізі болмақ. Әли осы сөздерден кейін ойланып қалды. Ғалым оған қарап: "Сенің өміріңде қиындықтар болар. Бірақ қиындық бұл тек уақытша өткінші кезеңдер. Ал сен өзіңнің рухыңды жоғалтпай, алға ұмтылсаң, өмірдің әрбір кезеңінен жаңа мағына мен жаңа үміт табасың" дейді. Әли ғалымның сөздерінен рухтанып, күлімдеп: "Ал менің өмірімде де бұл тамшы су сияқты болар. Қиыншылықтардан кейін жаңа өмір мен жаңа үміт пайда болады екен." "Рахмет, аға, менің ойым өзгерді." Бұл әңгіме бізге өмірдің қиындықтарын жеңіп, үмітсіздікке бой алдырмай, әрбір қиындықтың артында жаңа мүмкіндіктер мен жаңару бар екенін ұқтырады. Әлі де алға ұмтылып, өз мақсатыңа жету үшін ешқашан тоқтап қалма. Жаңаруды әр кез ізде, өйткені ең үлкен жеңістер көп қиындықтар мен сынақтардың артында жасырынып жатады.